Сәлеметсіздер ме? Мен Сәриева Әсеткүл. Шығыс медицинасында емдеу тәсілдерімен бірге неше түрлі дәрі жасау, бетке маска жасау туралы көбірек сіздерге айтып жүрмін. Бүгінгі видеода сіздерге бетті жасарту туралы, бетке қалай маска, неден жасау туралы айтып өткім келеді. Бетке маска. Бет күтімінде бетке маска жасау үшін, бет күтімінде бетке маска жасау үлкен рөл атқарады. Ал маска жасап қана қоймайсыз, күнделікті өмірдегі бет күтімін дұрыстап күту қажет болады. Қазіргі кезде бәрі қолжетімді. Тіптен бұрынғы кезде бет терісін күтіп, апаларымыз айранмен сүртіп, майдың суыменен шашын жуатын, сөйтіп күтім жасайтын. Тіптен солай істесеңіздер де болады. Ал енді маскаға керекті заттарға көшейін. Бұл әркімнің үйінде бар заттар. Бір ас қасық ұн, бір шай қасық бал, бір жұмыртқаның сарысы, бір ас қасық толмаған жылы су немесе сүт. Бәрін араластырып алып, бетін жауып, 5-10 минут қойып, бәрі бір-біріне сіңгеннен кейін бетіңізді арнайы жуатын заттарыңызбен жуып тазалап алыңызда, сіздің дайындап қойған қоспаңызды бір-біріне сіңісіп жағуға дайын болған кезде, жуылған бетіңізге арнайы маска жағатын щеткаңыз болса, сонымен жұқалап жағыңыз, болмаса қолыңызбен жағыңыз, саусағыңызбен 20 минутқа қойып қоясыз. 20 минуттан соң жуып тастайсыз. Жылы сумен жуыңыз. Артынан күнделікті кешінде жағатын жақпаларыңыз, неше түрлі кремдеріңіз бар ғой, әркімнің неше түрлі жағатын, соны жағып қойыңыз. Ештеңе жақпай қоюға болмайды бетке. Тағы ескерте кететін жағдай, егер сіз диабет болып, қантыңыз жоғары болса, бал қосуға болмайды. Бал орнына бір лимонның шырынын сығып, араластырып қосуға болады. Әйел адамның 20-25 аралығынан бастап бетіңізді еңкейіп қартайғаныңызша күткеніңіз жөн болады. Ол сол жасқа дейін күтуді қажет етеді теріңіз. Неғұрлым жас кезіңізде бетіңізді күтсеңіз, гормоналдық өзгеріс кезеңі болсын, бала көтеріп босанған кезеңіңіз болсын, өмірдегі кездескен қиындықтар уақытысында да бетіңіз бұзылмай, қарадақ, бөрткен, жалпы беттеріңіздің бұзылуына жол бермейді. Әрине, салауатты өмір салтын, дұрыс тамақтанудың, оның бет терісінің дұрыс болуына көп әсері бар. Ертеңгісін жүру, қимыл әрекет жасауы, уақытысымен дұрыс тынығу, бәрі біздің беттеріңіз бен сүйектеріңіздің, деніміздің сау болуына әсері көп. Ашуланшақ шама болғанша ашуланшақ болмауға тырысу керек. Біздің әйелдер болашақ ана, біздің қыз балалар болашақ ана, болашақ ене және әжеміз. Әдемі болып қартаяйық дегім келеді. Сіздер менің айтқан кеңесімді қолдана отырып, ойларыңыздағы сұрақтарыңыз болса, сұрауларыңызға болады. Менің YouTube каналыма жазыла кетсеңіздер болады. Комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Мен сіздерге айтар кеңесім әлі де көп болады. Әдемілікті ұмытпайық дегім келеді. Ерінбейік, осының бәрін жасап, дені саулығымызды күтейік. Менен көмек алу үшін осы видеоның астынан нөмірлерге хабарласуға, немесе сілтемеге өтіп, маған WhatsApp-қа хабарлассаңыздар да болады. Сіздерге әр уақытта мен қызмет етуге дайынмын. Мен сіздермен біргемін.